Баршаңызға сәлем. Карамельді алма қосылған пирог дайындаймыз. Ең бастысы үйдегі бар азық-түлікпен оңай әрі тез дайын болады. Қамыры енді үгілмелі, жұмсақ болып шығады. Алдымен жұмыртқамызға қаймақ, қант және кішкене тұз салып араластырамыз. Үстіне еріген сары майды құямыз. Електен өткізілген ұнмен қопсытқышты салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр енді өте жұмсақ, қолға жабыспайтын болып шығады. Бетін жауып, холодильникке жарты сағатқа қалдырамыз. Оған дейін начинкасын дайындаймыз. Қызып тұрған табаға зәйтүн майын құйып, алмаларды саламыз. Үстіне сары май, қант, корица салып, 5-7 минуттай карамельді алма болғанға дейін араластырып отырамыз. Қамырды екіге бөлеміз, біреусін үлкен, біреусін кішірек етіп. Үлкен бөлігін формаға тегістеп жаямыз. Үстіне начинкасын саламыз. Лопаткамен басып отырып жаямыз. Екінші бөлігін 1 сантиметрдей ұзындықта кесеміз де пирогтың бетін жабамыз. Сәндесеңіздер де болады. Кейін жұмыртқаның сарысына кішкене сүт құйып, араластырып, бетіне жағып шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минуттай пісіреміз.